Баяғыда мақтағыз болыпты. Мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да, мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз келмесең келме деп, мейізді өзі жеп қояды екен. Жеп болған соң, мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Сонан соң, мысық ендеше қаттығыңды төгемін дейді. Мақтағыз, мен құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық қатықты төгеді. Ал мақтағыз болса, мысықтың құйрығын кесіп алады. Апа, құйрығымды берші. Менің қатығымды төге. Сиыр, маған қатық берші. Менің қарным ашып тұр. Маған жапырақ әкеліп берші. Ағаш, маған жапырағыңды берші. Мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсең, жапырақ беремін. Қыздар, маған су беріңдерші. Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз. Әй, дегенше, маған сағыз берші. Маған жұмыртқа бер. Тауық, маған жұмыртқа берші. Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз. Мысық енді не қыламын деп бара жатса, бір үн қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, үйіңде не бар, дейді. Үйімде бір табақтары бар. Маған бір уыс тары бер. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарына барып, тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып, дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып, қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып, ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып, сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып, мақтағызға береді. Ал мақтағыз болса, мысықтың құйрығын қайтарады.